Осы енді бізде қазіргі таңда шегіртке жөнінде жағдай жақсы. Былтыр бір жақсы жүйелі жұмыс істелгеннен кейін биыл енді ондай очагтар жоқ. Қазір енді ол шегірткеден емес, шөптің несі. Шөп жөнінде енді өте қатты шөп шығымы жақсы деп айта алмаймын. Өйткені көктемгі кезде түн салқын болды. Шөп басалып кетті да, шөп бояла алмай қалды. Енді ол шегірткенікі емес, ол табиғаттың сондай бір несі. 2010 жылы болды, сондай бір қатты массовый. Содан кейін 23-те бір қатты массовый болды. Ауыл әкімі бар, жаңағы біздің осы шегірткеге қарсы күрестің басшысы бар, осылар жақсы жұмыс істеді былтырғы. Бүгінгі күні осы барлық объемның 30% орындалып тұр. Бірақ дегенмен қазір мына техниканың күшіменен, препараттардың тиімділігімен біз ойлаймын, осы ауыл шаруашылық жерлерінде, егістік жерлерге зиян келтірмей алып шығамыз деп.